Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бүгін фарком қалайсыңдар достар, менің жаңа видеома қош келдіңдер. Так достар, бүгінгі видеода мен деген енді өте адамдарға керек пайдалы видео болайын деп тұр. Бүгінгі видеода Free Fire қатса не жасауға болады, не істеуге болады, сол туралы айтатын болам. Яғни телефондар слабый болса. Так достар, сендерге мен айтатын ең бірінші кеңесім, ол енді бәрі білетін шығар, бірақ сонда қосуға тура келеді. Дисплейға кіреміз енді, сендер достар әр кезде әртүрлі тұрады. Мысалы ультра дейтін тұруы мүмкін, мысалы бәрін яқта высокое разрешение дейтін бәрін алып тастайсыздар, жетін стандартына қоясыздар достар. Енді және де сендерге стандарт қоюға кеңес дегенде қалай достар, стандарттан қататын болса лайт қоясыздар, және де достар сіздерде обычный тұруы мүмкін, высокий FPS-ті обязательно қосасыздар достар. Кәдімгі разницасы білінеді, вообще ойындарыңыз плавно шамалы FPS көтеріледі. Бұны сенбесеңіздер достар тексеріп көріңіздер. Және де достар енді ең бірінші телефонға енді зиян келтіретін Free Fire'дағы память толтыратын бәлелер, яғни мынандай қараңдар достар. Мысалы сендер істейтін болсаңдар, қараңдар, мысалы карталар загрузка жасайтын болсаңдар, сендердің телефондарың памяттарын алады, ол және де телефонның енді қатуына әкеледі деп ойлаймын мен. Сондықтан достар, не бәле, слады дейді. Ой, мынандайлар вообще керек емес. Мысалы достар, маған керек емес. Режимдарды вообще керек та емес мыналар ше. Сондықтан достар, бұларды просто удалить салам. Кәдімгі көріп тұрған шығарсыңдар. 173 мегабайт, бірақ менің үстіндегі загрузка кетіп қалған жаман болды, Жақсы. Картадан енді достар маған Nextra дейтін карта маған шыға береді. Вообще ұнамайды мынау карта маған. Так, мынау маған керек емес, Тұра берсін шаритал. Достар, және де міне осында яғни загрузкалардың достар бәрін алып тастасаңыздар, яғни тек қана карта, енді телефондар слабыйлар болса, тек қана карталарды қалдырып, мысалы ультиматум және де қандай чистилище деген карталарды қалдырып, қалған загрузканы енді удалить тастасаңыздар болады, және де енді паузаға қоя салайық. Сол кезде достар, енді мен сендерге кәдімгі гарантия бере аламын, вообще бұрындағыдай телефондарыңыз қызбай және де қатпайтын болады. Так, енді сендерге тағы қандай кеңес бар айтатын, майы ұмытқан. Достар, айтпақшы сендерге iPhone или яғни Android, Samsung болса да, мысалы қараңдар, телефондарының қызуы достар, мынандай қараңыздар. Ешқашан достар мобильный данныймен ойнамаңыздар. Енді достар, менде Wi-Fi енді что-то слабый болғасын, мен енді мобильный данныймен ойнауға тура келеді, бірақ менде қатты қатпайды. Сендерге кеңес берем, яғни қандай, мысалы сіздерге достар Bluetooth или мысалы AirDrop қосылып тұратын болса, бұларды енді алып тастауларыңыз керек. Және достар, обязательно Wi-Fi мен ойнаңыздар. Мысалы достарыңызда мегабайт болса, соған мегабайтын аштырып, өздеріңіз соның Wi-Fi мен кіріп ойнасаңыздар болады. Ал мысалы Androidта болса достар, әртүрлі режим бар ғой, мысалы қандай. Ода да мысалы Bluetooth, анау мынау деген сияқтылар ше. Оларда достар бәрін алып тастағандарыңыз жөн болады. Және достар, міне осындай уведомление, бұлар тоже енді достар, енді бұл қалай айтсам болады, телефонға нагрузка десем болады ғой, бұның бәрін достар енді кетіріп жүріңіздер. Және де қараңыздар, менде тек мысалы тек қана Free Fire тұр, ал сіздерде мысалы көп приложение тұратын болса, мысалы достар, бұның бәрін өйстіп мысалы кетіріп тастаңыздар, тек қана қандай ойын ойнайсыздар, соны ғана қосып қойсаңыздар жетеді. Мысалы сосын достар, Redmi дейтін телефондарда бар емес па? Игровой режим дейтін бар, қазір мен тоқтаңызшы, суығын алып тастайын. Игровой режим дейтін бар, соны достар опполарда болады. Соны қосып қойып, және де олардың настройкасында очистить память дейтін бар, соны мына бұрыштан бүйтіп шығарасыздар, мына жақта мына бұрыштарда тұрады. Сол жақтан шығарып очистить память етіп отырсаңыздар, телефондарыңыз вообще супер болады. Және де тағы не айтамын, енді телефондарыңызды ыстық жерге қалдырып қоймаңыздар. Енді телефондарыңыз қатты қызып кететін болса, чехолды алып тастап ойнасаңыздар болады. Енді достар, тағы да не айтсам болады мен. Не айтам, мен ұмытып қалдым. Айтпақшы достар, сіздің міне Play Market'те App Store'да айтпақшы приложениелер бар, Turbo Booster дейтін ше. Солар Clean Master дейтін достар, енді солар жазып алсаңыздар болады. Олар тоже телефонды очистить етеді памяттарын, енді керек емес, короче, мусор дейма қалай айтады, солардың бәрін алып тастайтын болады. Енді достар, сендерге осы видео ұнады деген ойдамын. Если достар, осы видео сендерге пайдалы болса, каналға жазылып лайк басып кетуді ұсынамын. Енді менің каналымда бұдан да керемет пайдалы видеолар көп шығатын болады.
Және де достар, менің алдыңғы шыққан видеоларымды қарап кетейік. Сендермен болған мен Фаркон, ал ендеше давайте достар.